Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен крючокпен қалай тоқу керек екенін үйренеміз. Ол үшін бізге қажетті крючок керек және жіп керек. Мен тек қана асатық жіпті алдым. Және схема керек. Міне біз мынандай схема сызып алдым. Біз бүгін тоқитын схемамыз воздушная петля. Бос тор көз деп аудардым қазақша. Және осы бос тор көзбен біз шынжыр тоқуды үйренеміз. Ол үшін бізге қажетті мен 2,5 мм крючок алдым. Былай ручка ретінде ұстасаңыздар да ыңғайлы болса, мен өзім былайынан ұстаймын. Енді тоқуымызды бастаймыз. Ол үшін жіпті былай орап аламыз. Қысқа жағын былай қалдырамыз. Крючоктың басына іліп, мына жерден былай шығарамыз да түйін жасаймыз. Көрдіңіздер ғой. Енді мына қысқа жіпті қалдырамыз. Мынау жіпті былайынан ұстаймыз. Мына жерден бүйтіп қолымызға іліп алып. Енді мына жерді жайлап қана мына тор көзінің ішіне кіргізіп тоқимыз. Көрдіңіздер ме? Өте оңай. Былайынан аласыздар. Былайынан тор көзінің ішіне кіргізіп тоқи береміз. Мынау бізде воздушная петля деп аталады. Осылай өздеріңізге қажетті воздушная петляны тоқи бересіздер. Өте оңай. Осылай ұстап тұрасыздар. Және мына жерден іліп алып, екінші тор көзге кіргіземіз. Осы тоқылған тор көзден құралған тоқыма бізде шынжыр деп аталады, цепочка деп аталады орысша айтқанда. Міне достар, түсінікті болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.